Мысалға қараңыздар, мынау еркектің миы деп алайық. Еркектің миы. Мынау әйелдің миы. Еркектің миы көп қазір. Еркектің миы көп болғаннан кейін, әйел не істейді? Алады тағыны еркектің миын трубочка тығады тағыны сорып алады. Сорып алады. Одан кейін не істейді? Әйелдің миы дәурек болады. Жазылмай несі? Дәу болады. Көрдіңіздер ма? Сосын мына еркектің басында миы жоқ болып қалады. Соған похуй болып қалады. Бәрібір. Сосын не істейді бұл әйел? Еркекке айтады, бәрібір сөз дарымайды, похуй болып қалады. Өйткені ми жоқ. Одан кейін әйел не істейді? Әйел миын жей береді. Ана еркекті көрмейсің ба, мына еркекті көрмейсің ба, қарамайсың ба, солардан үлгі алмайсың ба. Сосын әйел не істейді? Подружкасына звондайды. Айтады, мен еркегім осындай, анау мындай дейді. Одан кейін не істейді? Мамасына звондайды. Ма деп қояйық. Не істейді? Еркекке похуй болып жүре береді. Өйткені ми жоқ. Мына мидың бәрін әйел сорып алған. Содан кейін не істейді? Бүкіл жақындарына айтып шығады. Өйткені кезінде мына еркектің миын мына әйел сорып алған бәрін. Сосын еркекке похуй болып қалады, бәрібір болып қалады. Жүре береді, не істейді басқа? Бұл еркекте басында ми болған, оны әйел сорып алған. Сонда логика қайда жатыр? Еркектің миы болған, оны әйел миын жеп сорып алған. И одан кейін ол не істейді? Еркек похуй болып жүре береді, бәрібір болып. Бұлай қарасаңыз, еркекте ми болған басында, бірақ оны әйел сорып алған. Сонда еркектің басында ми болған, оны әйел сорып алған, миын жей берген, ана еркекті көрмейсің ба, мына еркекті көрмейсің ба деп айта берген. Сол еркекке бәрібір болып қалғанда, похуй болып жүре берген. Ал бірақ еркекте ми болған. Сонымен әйел адам болғаннан кейін миын жеп қойған. Ол баста сондай болғанда. Бірақ еркекте ми бар болған. Бірақ миын жей бермеңіздер, әйелдер. Өйткені еркектің миы болған, ми жоқ қазір бәрібір болғанда ол.